Ұлттық нақыштағы дамытушы ағаш ойыншықтар өндірісі жобасы. Ұлытау облысы Жезқазған гуманитарлық колледжі. Жоба жетекшісі Сатыбалдина Динара Өмірәлиевна. Жоба қатысушылары Тобашева Айгерім, Ашықбай Саяжан, Төлеу Ақмарал. Ұлттық нақыштағы дамытушы ағаш ойыншықтар өндірісі жобасының басты мақсаты балалардың жан-жақты дамуына ықпал ету мақсатында экологиялық таза материалдардан жасалған ұлттық нақыштағы дамытушы ағаш ойыншықтарды өндіру. Жоба арқылы біз баланың табиғи даму мүмкіндіктерін қолдауды, оның қиялы мен шығармашылық қабілетін жетілдіруді, ойлау жүйесін және ұсақ моторикасын дамытуды көздейміз. Жобаны іске асыру құны бойынша алдын ала болжамдар. Жоспарланған жылдық табыс 22 миллион 452 мың. Жоспарланған жылдық таза пайда 12 миллион 672 мың. Жоспарланған айлық табыс миллион 871 мың. Жоспарланған айлық таза пайда миллион 56 мың. Өзін-өзі ақтау мерзімі шамамен 1,5-2 жыл. Жасалатын жұмыс орындары 3. Персонал құрамы мен жоспарланған айлық қоры лауазымы ағаш шебері саны 2. Айлық еңбекақысы 200 мың теңге. Жалпы айлық қоры 400 мың теңге. Дизайнер лауазымы 1, саны 1. Айлық еңбекақысы 150 мың. Жалпы айлық қоры 150 мың. Жиыны 3. Жалпы айлық қоры 550 мың. Ағаш ойыншықтардың артықшылықтары: табиғи, экологиялық таза өнім, ұсақ моториканы қиялды, ойлау қабілетін дамыту, ұлттық мәдениетпен таныстыру, ұзақ мерзімді, қауіпсіз, қолдануға жарамды. Қолдану саласы: коррекциялық және дамытушы сабақтарда, балабақша мен мектептерде, үй жағдайында баланың жан-жақты дамуы үшін қолданылады. Сонымен қатар, жоба жас ұрпақты ұлттық мәдениет пен дәстүрге жақындатуды мақсат етеді. Әрбір ойыншық қазақтың дәстүрлі ою-өрнектері мен ұлттық құндылықтарын қамти отырып, балаларға мәдени мұраны ойын арқылы үйретуге жағдай жасайды. Бұл баланың тек интеллектуалдық және физикалық дамуына ғана емес, рухани, мәдени қалыптасуына да зор әсер етеді. Біз үшін маңызды тағы бір бағыт балаларға арналған өнімдердің қауіпсіздігі мен сапасы.